Ақпараттық технологиялардың шарықтаған заманда оқу мәдениеті жалпы кітап оқу үрдісі бәсеңдеп барады. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін отбасылық оқу дәстүрін қайта жандандыру мақсатында Дінмұхамед Қонаев кітапханасында отбасылық жедел жәрдем әлеуметтік жобасы ашылған болатын. Отбасы күніне орай өткізілген шарада мамандар бас қосты. Логопед кеңесіне мұқтаж ата-аналармен кездесті. Кеңес берді. Бүгінгі таңда былдырлаған бала тіліндегі мүкістік әрбір екінші отбасында кездеседі. Себепте сан түрлі. Логопед мамандар дабыл қаққанымен қоршаған ортадағы құбылыстар дес берер емес. Жылаған баланы жұбату үшін қолына ұстата салатын гаджеттер салдардың бір ғана. Қазіргі жағдайда барлық жерлерде жасөспірім және мектеп жасындағы балалардың барлығында тіл кемшілік ақаулар болып жатыр. Себебі оған әртүрлі түрткілер, соткілер, мысалы экранның алдында көп отырып қалу, баланың ата-аналардың және баламен қарым-қатынасқа түспеуі. Кейбір ата-аналардың жағдайлары жоқ. Соларға көп орталықтар ашылып, логопедиялық тұрғыда, психологиялық тұрғыда тегін жәрдем берілсе деп. Отбасылық жедел жәрдем әлеуметтік жобасы осындай маман көмегіне мұқтаж ата-аналармен жұмыс жасап келеді. Мектеп, балабақша, балалар ауруханасында өтетін рухани терапиялар өзара әрекеттесу жүйесін қалыптастыра отырып, отбасылық құқық, отбасы мәселелері бойынша кеңес беруді қамтамасыз етуді көздейді. Жобаның мақсаты жас отбасына, отбасыларға жан-жақты көмек көрсету. Осы жоба жұмыстарына қатыса отырып, біздің жаңағы оқырмандардың ата-анасы әртүрлі кеңестер ала алады. Біз мысалға жаңағы собез мамандарын, отбасы банк мамандарын, психологтарды, логопед дефектологтарды шақырып, арнайы жұмыстар өткізіп жатырмыз. Жаңағы желідегі хабарландыру арқылы келіп едім, осы мамамен кеңес алайыншы, кездесейін деп. Бұл жерде енді мен өзімнің балам 5 жаста тілі кеш шыққандықтан жаңа кейбір дыбыстарды дұрыс айта алмайды. Бүгін енді мамамен кездесу арқылы мен көптеген пайдалы жақтарын білдім. Енді мен өзімде жаңағындай осындай логопедпен кездесу, жаңағындай кеңес алсам, қалай жасасам болады, қалай шығарсам болады деген сондай ойда жүрген едім. Бүгін енді бұл кісілерге көптен көп рахмет. Сондай әлеуметтік жобада емханадағы рухани терапия жылжымалы кітап көрмесі. Біз біргеміз, бәріміз мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік ортаға бейімделуіне көмек беру, үй абонементі қызметі сияқты түрлі көмектер көрсетіледі. Райхан Шәлбекқызы, Тілеуқабыл Саржан, Айқын ақпарат.